Келесі спикерімізге көшейік. Бізде қазір кішігірім реттік бойынша өзгеріс болды. Сондықтан келесі біздің спикеріміз Мұрат Есжан мырза. Мұрат Есжан, режиссер, сценарист, 2014 жылдан бері кино саласында жүр. Оның атақты жобалары Абай жолы, Ахмет ұлт ұстазы, Міржақып, Оян қазақ атты белгілі тарихи телехикаялардың сценаристі. Мұрат мырза бізде өткен жол Астанада фурор жасаған болатын, айта кетейін. Ассалаумағалейкум. Енді кинодан кейін кино туралы майдың үстіне май жаққан сияқты болатын шығар. Демек кішкене тамағым ауырыңқырап тұр. Ана бір пандемияның кезінде, қызып тұрған кезінде біреу арт жақта отырып жөтеле береді дейді да. Сосын бәрі қараған ғой, енді қорқып. Сөйтеді, қорқпаңыздар, қорқпаңыздар. Менікі коронавирус емес, просто туберкулез деп айтады дейді да. Сол сияқты ондай қорқпаңыздар, кішкене сылтап қойған. Арасында жөтелуі мүмкін, сол жөтелдің себебінен регламент ұзарып кетіп жатса, енді әйгерім кешіріммен қарайсыздар деп үміттенемін. Жалпы енді тақырыбымызға көшейік. Жалғыздың үні шыға ма? Бұл ана коронавирус кезіндегі қалған жалғыздық емес, басқа жалғыздық. Қысқасы сөзімді бастайтын болсам, осыдан бір сол пандемиядан бұрын мен бір блогер Қазақстаннан кетем деп шешім қабылдапты да, сөйтіп жаңа посттар жаза бастады. Бұл елде үміт жоқ, болашақ жоқ, қайыр жоқ, сондықтан кетуге шешім қабылдадым деп. Сосын ең соңында аэропорттан жазған соңғы постын бұл аяқтапты да, жаңағы соңғы шыққан адам, бәрін кетіңдер дейді Қазақстаннан. Соңғы шыққан адам жаңа әуежайдың светін өшіріп кетіп ұмытпаңдар деп. Сөйтіп қыжыртып аяқтапты. Енді ол кісінің мен танымаймын, кім екенін, оның кеткенінен бір үлкен зардап көріп тұрған жоқпын. Бірақ осы оқиғаны естіген кезде өзім іштей бірінші күлдім, өйткені ақыры енді сондай кетіп барады екен демонстративно. Ол ана баратқан кезде машинасына шарбайлап, бүйтіп қазақ еліне минус 1 батыр деп кету керек еді деймін да, бәріне көрсетіп. Бұл енді басында туған бір ащы жымиыс еді. Ол жымиыс жетіскеннен болған жымиыс емес. Ол Абайдың жаңағы мүмкін Абайдың күлкісі болған шығар. Бірақ осы оқиға маған қатты ашынтты. Шетелге кету мәселе емес, ашық айтып қойын. Бірақ осы жазба және бұл жазбаға адамдардың сондай бір ықыластана реакция білдіруі, дұрыс айтасың, кету керек, бұл елде болашақ жоқ деп жазып жатқандары, бір адамдар жаңа ой оны не деген кезде оны талап тастап жатуы менің ойымда көптеген сұрақтар тудырды. Шынымен де мына ел, жер, отан деген ұғымдар осымен тоқтады ма? Мен елім үшін не істей алам деген сұрақ осымен толығымен дискредитацияланды ма? Жаңағындай туған жерге туың тік деп біз бала кезден айтып өскен сондай әртүрлі сөздеріміз осымен бір жола жеңіліс тапты ма? Бұл идея енді ешкімге керек емес па? Деген сияқты сұрақ менде пайда болды. Шынымен де бұл тек қана бір пафос, бір бала кездегі сахнаға шығып айтатын нәрсе ма, жоқ әлде де бұл нәрсе өзекті ма? Біздің өзіміздің жеке басымыздың жақсылығы, комфорты, пайдасымен елге болсын деген ұғымдардың арасында қандай бір байланыс қалды ма? Қазіргі мына демократиялық қоғамда әркім өз жеке даму алға шыққан заманда жаңағындай нәрсе шынымен ескіліктің қалдығы ма? Деген сияқты сұрақтар ойландыра бастады. Соны біз қазір сол бағытта кішкене ойланып көрейік. Алдымен бір кішігірім шегініс жасасақ. Мынау менің оқушы кездегі суретім. Оқушы кезде мен өте кішкентай болғам. Қасында тұрған 2-3 төмен оқитын қыз ғой. Соның қасында кішкене бойым ұзын болып көрініп тұр. Бірақ сол шамама қарамай сол кезде өлең жазатын. Сол кезде Арман деген өлең жазғам. Ол Арман деген өлең сізге алыс болып тұрған шығар, иә? Бұл өлеңді жаңағындай Арман деген өлеңде мен үлкен немен бастаймын.
арманым көп, менің ақын да болам, елімнің қамын ойлайтын, батыр да болам, жерімді қорғайтын ғалым болам, осылай деп келеді да, ең соңында бүйтіп аяқталады. Байлықтың қайтем үлдесі менен бүлдесін, қаламаймын мен арманның ондай іргесін. Мақсатым біреу, арманым тым көп болғанмен, аянбай қорғау халқымның ұлы мүддесін деп аяқталады. Сол кезде енді мектептің сахнасы, оқушылар сарайының сахнасы, көрермендері қатты қол соғатын, сіздердікі сияқты емес. Қатты соғатын. Бұдан да қатты. Ордана тұрып кететін. Сөйтіп енді, сөйтіп мектеп бітірдік, сөйтіп ары қарай оқуға түстік. Мынау университетте жүрген кезім. Бұл уже ақын болған кез. Ақын болған, алысқа қарап отыр. Бірақ бұл кезде арман басқаша уже. Бұл жерде тағы да арман деген өлең жаздым университетте. Ол кездегі арман былай басталады. Жүректің көзімен байқадым, табылар асылсың тегемге, бір сенің атыңды айтамын, арманың бар ма еді дегенге. Байқаусыздар ғой, арман қалай өзгеріп кетті. Сөйтетті жаңа мен әкем үмітін ақтайым деп едім, ұлтыма ұл болам деп едім, оның бәрі жайына қалды деп айтып келетті. Соңында ал қазір арманым ол емес дейді, айтып қойды ішінде. Сол айтады, бір сенің бейнеңнен қалған мұң қармайды ұғынбай ұятта, сен келсең ойдағы арманның бәрі орындалатын сияқты дейді. Яғни жаңағы арман енді қалды, өзі де мойындап отыр. Сөйтіп бұдан кейін біз енді сол жаңағы арман болған адамға үйлендік, балалы болдық. Ары қарай енді қалай болады? Ары қарай баланы асырау керек, үй алу керек, үй алу үшін очередьқа тұру керек, очередьқа тұру үшін справка алу керек, справка алу үшін таныс табу керек, таныс табу үшін бірдеңе беру керек. Мен өйткен жоқпын. Бірақ енді жалпы көбімізге ортақ былай стандартты сценарий осындай, яғни сөйтіп бір күнделікті өмірдің несіне түсіп кетесің. Сөйтіп жұмыс істеп бүйтіп жүргеннен кейін бір күні біз ақш-қа кеттік. Болашақ бағдарламасымен ақш-қа мына тура осы Golden Gate орналасқан Сан-Франциско қаласында оқыдық. ақш-та енді тіпті ол жерде жан-жақтан келген адамдар, ішінде қазақтар да бар. Жиналып айтатын әңгіменің бәрі Қазақстанда болашақ жоқ. Қазақстан үшін терлеу ол абсурд. Балаңның болашағын ойласаң, Америкада қалу керек деген сияқты әңгімелер. Соған кәдімгідей сене бастайсың, бірте соған бата бастайсың. Ол кездегі Қазақстанның ұғымы мынандай көз алдыңда мынандай болып елестейді. Сөйтіп қойшы, енді Қазақстанға келдік, маған бірақ әлі күнге дейін сен неге қалмадың деген сұрақтар болады. Сен жындысың ба деп айтады да, неге ақш-та қалмадың деп. Сосын мен енді шын айтуға қорқасың, мен Қазақстан жақсы көрем деп айтуға қорқасың, өйткені біріншіден сенбейді, екіншіден жындысың ба дегенге бір дәлел тауып бересің да. Сол үшін мен айтам, енді ақш-та конкуренция көп, мен оны көтере алмайды деп Қазақстанға келдім деп айтыр, бірнәрсе құтылам. Енді адамда сол кезде екі ұдай ой кешеді екен. Қайда кетті біздің менің қатарластарының барлығы бала кездерінде елім дегенде етектері еңірегенде жасқа толатын. Осы мен сияқты барлығы да ұрандап сахнаға шығып тақпақ оқитын, өлең жазатын, шығарма жазатын. Бірақ енді қазір неге мынандай жағдайға түстік? Бір жағынан, ол өмір өзіндікі, құқық өзіндікі, болашақ өзіндікі. Неге сен жаңағындай біреудің елге түкіргені болса, сен соны тазалауың керек, Ал енді екінші бір жағынан ой туады. Қанат Ислам деген боксшы бар ғой, ағамыз. Сол кісінің айтатыны бар. Менің бір ұйғыр тренерім бар дейді. Сол ұйғыр тренерім айтады дейді. Менің сендер сияқты тәуелсіз елім болса, көшесін өзімнің киіміммен тегін жуатын едім деп. Бір жағынан тағы ойлайсың. Неге біреу түкіреді екен? Сен оны жуады екенсің. Үшеу өздің киіміңмен. Үшеу тегін. Абсурд па? Яғни осындай, немесе жаңағындай бір жағынан қараған кезде жаңағы айтып жатыр, күл болмасаң бүл бол деп жатыр ғой енді. Өйткені сен ақштан кеп тұрған адамға не үшін келдің деп сұраған адам, ол бұл елге күл болмаса бүл бол деп тұр да. Бірақ сол кезінде қараңғы қазақ күніне өрмелеп шығып күн болам деген адам болуы мүмкін да.
осындай ұғымдар қандай құбылыстармен қашан біздің ойымыздан түсіп қалғанын білмейміз. Әйтеуір біз бәріміз ол кезеңнен бәріміз де өткен шығармыз деп ойлаймын. Бәрімізге таныс нәрсе деп ойлаймын. Және осындай екіұдай сезім бәрімізде бар деп ойлаймын. Сондықтан мен осыны бір статус-кво ретінде айтып отырмын, бөлісіп отырмын. Енді сөйтіп әйтеуір бір Құдайдың қалауымен аяқ астынан біз неге өтіп кеттік? Кино саласына кірдік, оқыған мамандығымыз кино болғаннан кейін. Сөйтіп осы соңғы 3 жылда 20 ғасыр басындағы қазақ зиялылар туралы 3 сериалды түсіру бақытына ие болдық. Оның біреуі Абай жолы, бұл 2020 жылы. Бұл тек қана Абай туралы емес, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын 25 жыл қиындықпен, совет цензурасымен, басқа да үлкен аштық зобалаң қуғын сүргіннің ішінде жүріп қалай жазған туралы сериал. Бұл қатты танымал болған жоқ, бірақ әлде де көрсеңіздер хабар арнасы арқылы түсірілген Абай жолы деп аталады. Одан кейін 2021 жыл жаңа пандемиямен алысып жүріп Ахмет Ұлтұстаз деген фильм жасадық. Сосын соңғысы 2022 жылы Міржақып Оян қазақ. Рахмет. Енді бұларды жасап жүрген кезде біз бір енді өтірік айтпайын 20-30 ғалыммен кездестік жеке-жеке. Әуезов танушысы бар, Ахмет танушысы бар, Алаш танушысы бар. Әрқайсысымен жеке-жеке барып сөйлестік. 70-80 кітапты оқып шықтық. Яғни қандай да бір дерек қалып қоймасын. Біздің білмейтін нәрсемізді киноның тіліне түсірейік. Бұл сол барлық кітапты оқуға адамдардың мүмкіндігі жоқ шығар, бірақ осы сериал арқылы бұны біз жай ғана сериал емес, бұны біз бір оқу құралы іспетті, бір тарихи жаднама іспет жасайық деген оймен жасадық. Сол кезде менің көзім жеткен бір нәрсе болды. Бұл адамдар ешқашан өздері үшін өмір сүрмеген екен. Бұлардың қандай бір өмірінің бөліктерін алып қарасақ та, қай кезде де әйтеуір елге болсын деген бір мұратпен өмір сүрген екен. Бірақ біз енді ойлауымыз мүмкін, бұлар бір бөлек туған адамдар деп ойлауымыз мүмкін, бұлар ерекше адамдар деп ойлауымыз мүмкін. Ал егер анықтап қарайтын болсақ, тіпті кейбір мәселелер бойынша біз бұл кісілерден артықта болуымыз мүмкін. Енді мен ұзақ созып айта бермейін, ол кісілер туралы айта берсе әңгіме өте таңнан таңға ұрып айтуға болады. Бірақ бір ғана нәрсе айтайыншы, мына Ахмет Байтұрсынұлының мына оқу бітірген кездегі берген анықтамасы. Ахмет Байтұрсынұлы деген ол айтпақшы бір нәрсе айта кетейінші. Осы фильмдер жасап жүрген кезде бізге мынандай сын айтылады да, сендер тым идеалдандырып жіберген жоқсыңдар ма дейді. Олар періште емес қой дейді. Мен осы сөзбен өте қатты келсем, олар періште емес. Олар аспаннан салбырап түскен жоқ. Олар жаңағындай отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын батыр емес. Олар супербой емес, олар супергерой емес. Олар кәдімгі өзіміз сияқты ет пен сүйектен жаралған адамдар. Олардың ұйықтаған, оларда қарны ашқан, оларда ауырған, олардың әлсіздіктері болған. Бірақ соған қарамастан, олардың істеген 100-інің біз біреуінде істей алған жоқпыз. Енді сол Ахмет атамыз, жаңағы, ол да енді 13 жасында әкесін Сібірге айдаған, детский травмасы бар, балаға олай айтқан кезде. Бүкіл білімін қоссаңыз 8 жыл, өзі оқыған училищесі бар, мектебі бар. Сол училище бітірген кезде ол кісіге мынандай анықтама берілген екен, мінездеме берілген екен. Қабілеті орташа болғанмен дейді. Қабілеті орташа дейді, бойындағы таңғажайып мінезімен ерекшеленді дейді. Жігерімен дейді. Сосын мінез жағынан салмақты, тұйық әрі ұяң, суық қанды, болбыр әрі әлсіз дейді. Дене тұрпаты жадау, өмірге көзқарасы қарабайыр, бірақ қарапайым мұғалім болуға жарайды деген анықтама берілген. Бұны не үшін айтып отырмын? Бұлар бір аспаннан салбырап түскен бір әулиелер, супергеройлар, періштелер емес. Бұлар кәдімгі әлсіздігі бар адамдар. Бірақ жаңағындай ой Ахмет атамызды қандай биіктерге жеткізді. Оның жағы Крыловты аударғанын, жазушылықпен айналысқанын, халықты оятамын деп өлең жазғанын, ең алғаш газетті ашқанын, 500 оқулықтың шығуына түрткі болған айтпағанның өзінде ол кісі 400-ге жуық терминді ғылыми айналымға енгізген.
егер адам 8 термин енгізсе айналымға, ғылыми айналымға, академик деп атауға болады екен. Бұл кісі бірнеше институттар атқармайтын жұмысты атқарып кетті. Бірақ бала кездегі мысалға мінездемесін қараңыздар. Енді Міржақыпты алсаңыз, Міржақыпта бір 22 жасында Петербургта жазған мақала үшін қуғынға ұшыраған, 22 жасында. 24 жасында Оян қазақ деп бүкіл Қазақстанды оятып жерді. Сол Оян қазақ бүкіл түркі дүниесін оятқан дүние болды. 25 жасында Қаратта қазақтарда роман жоқ екен, роман жазып сайын деп. Тұңғыш қазақ романын жазды 25 жасында. Сол Міржақыптың оқыған білімі, мысалға, жаңа айттым ғой, бізде бар нәрселер ода жоқ болуы мүмкін. Мысалға, о кісі докторантура, магистратура былай қойғанда бакалавр білім болмаған. О кісі училище оқыған. Және бір таныс тамырмен өтті, әке көкесі болды дейін десең, 2 жасында шешесінен айырылған, 5 жасында әкесінен қалған. Сондай, мысалға, былайша айтқан кезде жетім бала, кейін жаңағы Бақытшы Жамалын, Қазақ газетін, басқа еңбектерін былай қойған кезде тұңғыш рет есеп құралы деген кітап жазған. Тұңғыш математик қазақтың. Халықтың басында күн туғанда Алаш әскерін жинап, Торғай гарнизонын басқарып, жаңағындай керек кезде қол бастап кеткен адамда. Енді Әлихан атамыз тағы да көп еңбектерін айтпай қойын. Біз патша үкіметі кезінде Қазақстан деген қазіргідей территория болған жоқ. Ойламаңыздар, шекарамыз осылай сызылып тұрды деп. Біздің бір бөлігімізді Батыс Сібір генерал-губернаторлығы деп Сібірге қосқан, бір бөлігімізді Орынбор генерал-губернаторлығы деп Ресейге қарай қосқан. Мына төмен жақ, мына Сырдария немізді Түркістан деп түгел мынау Ферғана, қазіргі Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан бәрін бөлек қосқан. Яғни тарих басқаша сызылған кезде біз 3 түрлі мемлекеттің құрамында болып кетуіміз мүмкін еді. Бірақ революцияға дейін ғана Ахмет атамыз, Әлихан бабамыздың мынандай мақаласы бар. 9 облыс, бір губерния деген. Ол бүкіл экспедицияларға қатысып жүріп, аралап жүріп, Қазақстанның хандық кезіндегі шекарасын негіздеген. Сол еңбектің нәтижесінде кейін біздің жаңағында сол Алаш қозғалысының нәтижесінде Алаш Орда үкіметінің құрылғанның соның 2 жыл бойы қарсыласып төтеп бергеннің нәтижесінде біз кейін қазақ советтік социалистік автономияны алған кезде тура сол Әлихан атамыздың негіздеген территориясы бойынша біздің территориямыз сызылды. Демек, Алаш қозғалысы болмағанда біздің қазіргі территориямыз қазіргідей болмайтын еді. Бұл ол кісінің бір ғана еңбегі. Енді мынау Смағұл Сәдуақасов деген кісі. Бұл кісі 33 жасында қайтыс болған. Жаңа айттық қой, Батыс Сібір генерал-губернаторына бөлініп кетті. Мысалы, елесеңіздерші, қазір Қазақстанда Өскемен Семей болмаса, мысалы, қалай болар еді? Абайдың туған жері, мысалы, басқа елдің құрамында болғанда. Тура солай, 20-шы жылы автономия құрылған кезде қазіргі Өскемен Семей, сол кездегі Семей облысы Сібір ревкомына қарап кетеді. Сол кездегі өлкелік партия комитетінің төрағасы болған Смағұл Сәдуақасұлы бар болған 21 жаста күресіп жүріп, Сібір ревкомын таратып, Семей губкомын Қазақстанның құрамына қосқан. 21 жасында. Сол тып-тыныш жүре бергенде, егер Смағұл Сәдуақасұлы 33 жас емес, ол кісі өзінің жаңағы сүйікті жары Лизамен, өзінің баласы Ескендірмен одан да ұзақ өмір жасаған болар еді. Бірақ ол маған болсын емес, басқаға болсын деген принцип таңдатты. Сол Смағұлдың елімнің басы болмасам да сайының тасы болайын деген сөзі бар. Осы принципінің арқасында Смағұл одан кейін де талай-талай 33 жылдың ішінде талай-талай жұмыстар атқарып кетті. Енді мен қысқартайын сөзімді. Ыбырай атамызды бәріміз білеміз, көп сөз бай қойын. Ыбырай мектеп ашқан. Сол Ыбырайдың мектебінен көптеген біздің зиялыларымыз қалыптасты. Тікелей оқымаса да сол зиялылықтың бір несі ретінде Қаныш атамыз дүниеге келді. Сол Қаныштың академия ашқанын, геологиядағы үлкен табыстарын былай қойған кезде Қаныш атамыз 30-ға толар-толмас шағында аштықты бастан өткереді. Сол аштықтың кезінде өзінің ауылы Баян ауылға барып,
қолынан енді басқа келмесе де бір балаларды алып кетейін деп әке шешесі аштан өлген 8 баланы, енді жалғыз адамның не шамасы келеді, өзінің аузынан жырып, қалтасынан жырып 8 баланы өзінің асырауына алады, алып келіп оқытады. Сол 8-дің 6-ы кейін академик болған. Оның біреуі Кемел Ақышев деген кісі болған. Сол Кемел Ақышев кейін есікті маңынан алтын адам тапқан. Ал алтын адам қазір біздің тәуелсіздігіміздің символына айналды. Міне көрдіңіздер ма? Бұл байланыс деген нәрсе, бұл осыдан қарап біз қалай енді жалғыздың үні шықпайды деп айта аламыз. Сөйтіп осындай нәрселерді сериалдарға салдық қой енді. Өте жақсы қабылданды, реакция өте күшті болды. Бұл тағы айтам, киноның жақсы болғаннан емес, бұл сол кейіпкерлердің ісінің кереметтігінен. Сол кездегі ең көп айтылған нәрсе, мен не істеп жүрмін деген нәрсе болды да бізге. Фидбек дейді ғой. Үлкен де, кіші де, әйел де, еркек те, мен не істеп жүрмін деген нәрсені бізде өте көп естідік. Яғни бұл адамдарға бір қозғау салды. Тіпті бір жігіт айтты, мен Ахмет ұстазын көргеннен кейін Ақыштан отбасымды алып көшіп келдім деді. Сонда мен айтам, қазақ еліне +5 батыр болды. Өйткені оның 3 баласы бар еді да. Рахмет. Осыдан келіп мен түйдім. Демек, бағанағы нәрсе жоғалып кетпеген екен. Ол біздің бойымызда тұр екен. Елге болсын, жерге болсын, біреуге болсын, жаңағындай отан сүйгіштік деген жаңа бағана пафостар бар ғой мен айтқан. Ол жоғалып кетпеген екен. Тек соны бір-бірімізді түртіп оятуымыз керек екен. Сол кезде жалғыздың үні шығады екен деген ой, менің трансформациям, менің түйгенім осы нәрсе болды. Енді тағы бір нәрсе айта кетейін, өз сөзім көбейіп кетті ғой. Жақында емес, соңғы оқыған кітаптарым ішінде маған бір ұнаған кітап болды. Ол «Тонкое искусство пофигизма», аты кішкене нелеу енді кішкене. Марк Мэнсон деген автордың кітабы. Қазақшасы бар екен, жақында білдім. Ол қазақшасы бәріне қолыңды бір сілте деп екен. Ағылшыншасы енді тіпті оқымай қойын енді оны. Бұл кітап Нью-Йорк Таймс бестселлер болған, америкалық автор жазған, сонда бір андай отсталый кітап емес, заманауи кітап. Осы кітаптың соңында бір ой бар. Қазір мен сіздерге соны оқып беріп жіберсайыншы, егер қарсы болмасаңыздар, өйткені жаттап үлгерген жоқпын. Сол айтады да, сол Марк Мэнсон айтады. Әлемді титімдей болса да жақсы жағына өзгерте аласың ба дейді. Өзіңнен кейінгіге қандай із қалдырасың дейді. Басқаға қандай ықпал тигізесің дейді. Африкада көбелек қанатың қақса, Флоридада дауыл тұрады дейді. Сенше, артыңнан қандай дауыл тұрғызасың? Бұл сұрақтардан қашамыз біз дейді, негіз дейді, біз қашамыз. Сөйтемізде күнделікті күйбеңге жұртылып кете барамыз дейді. Мейлі Аристотельді оқы дейді. Мейлі Гарвардтың психологтарын тыңда. Мейлі Битлздың әншілерінен сұрайын. Қай салада жетістік адам болса деп тұр ғой. Бақыттың, олар бір нәрсе айтады дейді. Бақыттың бір ғана қайнар көзі бар. Ол өзіңнен үлкен нәрсеге уайымдау, өзіңнің адамдар үшін маңызды бір іс істеп жатқаныңа сену, өз өміріңді ұлы бір процестің айнымас бөлшегі деп сезіну дейді. Міне осы сезім адамдарды шіркеуге алып барады, отбасыға жақсы тәрбие бергізеді, мектеп соқтырады, көпір салдырады, телефон ойлап таптырады дейді. Шіркеу деп не айтып тұр, мен шіркеуге кетіп қалмаңыздар. Сосын автор осыған қарама қарсы нәрсе ол эгоцентризм дейді. Ол бізді жаңа айтылғанның бәрінен айырады дейді. Өзімізді әлемнің ортасына қоямыз, бүкіл әлем бізге міндетті сезінеміз. Ол бір белгілі дәрежеде комфорт сыйлайтын шығар, бірақ ол бізден жауапкершіліктің бәрін алып тастайды. Ол нәрсе, эгоцентризм, өзімшілдік ешқашан бізді кемелдікке жетелемейді дейді. Енді осы Марк Мэнсоннан Мұрат Есжанға келейік. Осыдан мен енді бұл жерде ол америкалықтар енді әлем деп айтады. Әлемді қалай өзгертемін деп сөйлейді да. Оларға жарасады. Біз енді үйт сөйлемей қояйық, бірақ біз осы әлем деген сөздің орнына ел деп қоятын болсақ, бұл тура Бауыржан Момышұлының сөзі шығады бұл жерде. Отан үшін отқа түс, күймейсің деген сөз шығады.
Мен осыны бір ауыз сөзбен зиялылық деп атадым. Бағанан бері біздің айтып тұрған әңгімеміздің барлығы, мен атын атамасам да, ол зиялылық туралы екен. Зиялылық деген ол жандай, біз ойлағандай өлең шығарып, кітап жазып, жаңалық ашып, ел басқару емес. Зиялылық деген ол, зия деген нұр деген сөз, өзіңден бір кішкентай болса да сәуле шығарып, соны басқаларға түсіру деген сөз екен. Сондай ниет екен. Бұл зиялылықтың нақты формасы жоқ екен, оның мазмұны ғана бар екен. Ол мазмұн жаңағы бала кездегі жастық шақтағы елге деген жалынның сөнбеуі екен. Ол жаңа елден кетіп бара жатып, мысқылдау емес, қайта елінің ертеңіне сену екен. Және соға мен өзімнің кішкентай болса да үлесімді қоссам деген сөйтіп ой кешу екен. Жаңағы Ахмет атамыздың сөзімен бітірейін. Ахмет атамыз 50 жылдығы Ташкентте атап өтілген кезде сахнаға шығып сөз сөйлепті. Сол сөзді басқа кітаптарда жоқ, мен бір жерден тауып алдым сол сөздің несін. Сонда айтады, мен бірінші рет осындай әртүрлі сөздерді естіп отырмын дейді, өзім атыма рахмет айтып жатқандарыңа, мақтап жатқандарыңа. Бірақ мен қарапайым ғана мұғаліммін дейді. Алған білімім де көп емес, аз ғана дейді. Бірақ сол аз білімді қайтып көптің пайдасына жаратсам деп ой кешкен адаммын дейді. Сондықтан осы отырған қай-қайсыңда мен істеген істі істей аласыңдар, мен оған кәміл сенем дейді Ахмет атамыз. Мен де сол сөзбен аяқтағым келеді. Сонда тоғытерін айтқан кезде, нема дейді мен? Кликерім ма дейді? Тоғытерін айтқан кезде, бұл зиялық деген, жалпы сіздерге айтарым, бұл өз масштабыңнан кең ойлау екен. Біз өз масштабымыздан кең ойлаған сайын біздің энергиямыз шығындалмайды, керісінше бізге энергия қосылады. Біз өзімізді ғана емес, басқаны ойлаған сайын біздің жаңа потенциалдарымыз ашылады. Міне сөйтіп, біз ойламаған, өзіміз күтпеген бір биіктерге жетеміз, және басқалардың жетуіне себепкер боламыз. Және сізден шыққан қандай да бір жалын, жанартау міндетті түрде басқа біреудің бойындағы жанартау туғызады. Сондықтан жалғыздың үні шығады. Назарларыңызға рахмет, қадірлі зиялылар. Көп рахмет, қандай керемет мотивациялық баяндама. Достар, енді сұрақ-жауап кезеңі. Рахмет сізге. Осы фильмдерді түсіру барысында сіз айттыңыз ғой, 70 түрлі ғалыммен кездесіп, 70-тен астам кітап оқыдық деп. Сол үшін біріншіден үлкен алғыс, өйткені бұл ең үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Өзінің ісіне соншалықты тыңғылықты дайындалып, сол ғалымдардың өмірін шынымен де зерттеп, нағыз шындықты, шын бейнесін беруге тырысқандарыңыз үшін рахмет. Менен бір сұрақ, осы ғалымдардың өмірін зерттей келе, қазір біздің қоғамда өте қатты талқыланып жатқан үрдістердің бірі Қазақстандағы ислам діні туралы. Сіз осы зиялылардың өміріндегі ислам діні туралы не айтар едіңіз? Мен 70 деген жоқпын, бір 20-30 дедім. Сондықтан ислам діні туралы қалған 40 айтады жатыр. Жоқ, енді ол сөзсіз бұл кісілердің шығармаларын, өлеңдерін бәрін алып қарасаңызда, ол жаңағылай кітап бір қазақ біз сияқты жаңа бір Аллаға сенген, пайғамбарға сенген, сондай ақыретке сенген адамдар екенін түсінеміз. Мына жерде енді нақты мысалдар келтіріп отырмай ақ қояйын, бірақ мысалға Оян Қазақ алып қараңыздар, немесе Ахметтің өлеңдері жинағын алып қараңыздар, қай жерде болса да бұл кісілердің сол бұл деген сөз не ғой? Адам бір тәуекел, олар тәуекелшіл тұлғалар. Бұлар өмірдің өзімен бірге тоқтап қалғанына, адам егер өмірін өзімен бітеді деп ойлайтын болса, адам қорқақ болады. Адам ол өмірін аялайды. Бұл адамдар өздерінің сондай тәуекелге баруы, бұны пади жалған дүниеден де үлкен нәрсе бар екеніне деген үлкен бір сенім деп ойлаймын. Директ сұраққа көрсеңіз, рахмет. Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым, сіз Абай жайлы, Ахмет жайлы керемет
телехикаялар түсіріпсіз. Сізге көп рахмет. Енді келесі сіздің қандай тарихи тұлға немесе тарихи кезең жайлы түсіргіңіз келеді? Өзіңіз сұрақ. Енді ойлар көп. Біз енді мына фильм шыққан кезде, әсіресе Міржақып, Ахмет шыққан кезде мақтанған деп білмеймін, енді мақтанған шығар мүмкін. Адамдар айтты, көп жылап отырмыз, ойбай міне отбасымызбен жылап отырмыз, әйеліме көрсетпей жыладым деп. Мен енді ойлап отырмын да, бір мындай сезіп қалдым, енді бір күлдіру керек шығар деп ойлаймын да. Сондай жаңағыдай, күліп отырмыз, отбасымызбен қосылып күлдік, әйеліме тығылып күлдім деген сияқты бір дүние жасалса деп ойлаймын. Комедия түсірсе деп ойлаймын. Бірақ енді ақша табу керек қой. Қайырлы күн қазақтың заманауи зиялылары. Мына жастардың бәрін көріп риза болып отырмын. Осы заманымыздың осыншама зиялысы болса, өз орталарына барып, өздерінің жаңағы нұрын шашса, қандай керемет болады. Менің сұрақтарым қойылып кетті жаңа. Сондықтан уақытты алмай, осы фильмдер үшін, сіздерге сондай терең зерттегендеріңіз үшін, жоғары жақтан бір заказ, бір нәрсемен ғана түсірілетін фильм болмағаныңыз үшін, және де қазіргі тенденция бойынша, мысалы, қазақтарды төмен көрсету, немесе басқаша айту деген сияқты біздің бір рухымызды сындыратын көптеген сөздер болды ғой. Сол таптаурындардың кетіп бара жатқандығы үшін осы фильмдер арқылы біздің жастардың өзіне деген сенімділіктері пайда болған үшін рахмет айта кеткім келеді. Сізге және де осы киноны түсіруге қаншама адам тұр ғой сіздің артыңызда, ұжым. Сол барлық ұжымға жеткізсеңіз, сол сәттілік тілеймін. Алға тек қана. Рахмет.